кейде біз бір нәрсенің алдын ала болатынын логикалық тұрғыда түсінсек те, білсек те, қалай аяқталатынын білсек те, біз ол нәрсені өз көзімізбен көріп, денемізбен сезінбейінше біз оны түсінбейміз. Және де сол нәрсені басымызбен қабылдап сезінген кезде бізде ол нәрсе тура сондай аяқталған кезде бізде ішімізде басқа бір сезім пайда болады. Мысалға, жай қарапайым мысалды телефоным бұзылып қалды делік. Бірақ ол кейбір адамдар үшін ол нәрсе үлкен көрінуі мүмкін. Бұзылып қалды, оны жөндетесің, бір апта нормально жасап тұрады, бірақ ойында болып тұрады, что по-любому бұзылатын сияқты. Но оны сезінген кезде, то есть қайтадан бұзылып қалған жағдайда болған кезде, ішінен ашуланасың, өкінесің, типа неге соны жасата салдым, басқа нәрсе алмадым деген сияқты. Біз көбінде ойланамыз, психология тұрғыдан қараймыз, анализ жасаймыз, но как будто басқаша болып кететін секілді тоже бізде сондай ойлар пайда болады. Немесе медицина тұрғыдан, наука тұрғыдан алатын болсақ, мысалға бір емге барған кезде осындай процесс, ұзақ процесс алады деп айтады заранее. Сен барып, хорошо деп түсініп, жасап процесс бастаған кезде, 2 апта 3 апта өтетін кезде, неге әлі ұзақ процесс болып жатыр, неге өзгертілмей жатыр деп ойланасың. Бірақ басынан ескертіп қойғанын біз көбінде ауызша болып айтылғанмен, былай сөз жүзінде болғанмен, іс жүзіне келген кезде шыдамсыздығымыз пайда болады. Бірақ сол кезде сен нәтиженің ұзақтан кейін болатын білсеңде, оны неге нәтиже болмай жатыр деп уже ішінен үміт үзе бастайсың. Ол сезінуменен оны шын мәнінде көріну, білу, ол екі түрлі бөлек нәрсе негізі. Міне осы жерде бізде өте басқа ой болады. Білу ол ақпарат, ал оны сезіну, көру ол тәжірибе. Бұл екеуі екі бөлек нәрсе. Және бұл адам баласының рационалды ойлау жүйесі, ал эмоция бұл сол бағанағы шешімдер екен. Және де бұл жерде адам неге осыны білсе де жасайды деген ой келетін болса, бұл бізде адами процесс. Сондықтан осындай процесстер болады басымызда.